Баршаңызға сәлем. Бүгін аналар үшін маңызды тақырып. Алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонымен, баланың нәжісі қандай болады, қандай болуы қалыпты? Баланың нәжісінің түсі. Дүниеге келген соң алғашқы 3 күнде қою, жабысқақ, түсі қара жасыл, меконий деген нәжіс шығады. Бірнеше күннен соң түсі қоңырға өзгеріп, алдағы уақытта сары, жасыл, қоңыр реңді болып өзгеріп тұрады. Ақ немесе сұр түсті нәжіс бауырдың, өт жолдарының аурулары кезінде болады. Қара түсті нәжіс темір препараттарын қабылдайтын балаларда немесе ас қорыту жолдарынан қан кеткенде болады. Қызыл түсті нәжіс құрамында бояғыштар бар тағам жеген соң немесе ішектен қан кеткенде болады. Жиілігі әр балада әр түрлі және бір баланың өзінде өзгеріп тұрады. Алғашқы 6 аптаға дейін балалар күніне 1-7 рет, кейде 12 ретке дейін шығады. Тек еметін балалар үлкен дәретке аз мөлшерден және жиі отырады. Ал смеспен тамақтанатын балалар көп мөлшерде және сирек отырады. 6 аптадан соң үлкен дәретке сирек шығатын болады. Әсіресе тек еметін балалар аптасына 1 рет болуы мүмкін. Прикорм енгізгеннен соң жиілігі күніне 3 рет немесе аптасына 3 рет болуы мүмкін. Қоюлығы көп баланыкі бастапқы кезде сұйықтау, ботқа тәріздес біркелкі болады. Қатты, тым қою, құмалақ секілді, аса құрғақ запор кезінде болады. Нәжіс су секілді сұйық болса және тамақтану жиілігінен көп болса, балада ішек инфекциясы немесе басқа ауру барын білдіреді. Иісі қатты маңызды емес. Ромашка иісі точно шықпауы керек. Нәжіс как нәжіс. Нәжістегі қоспалар. Балалардың нәжісінде ақ үлпектер болуы мүмкін. Ол қалыпты. Балалардың сілекейі шектен тыс көп аққан кезде нәжісте кілегей шырыш болуы мүмкін. Қорытылмаған тағам қалдықтары да болуы мүмкін. Ол да қалыпты. Ең бастысы қан болмауы керек. Қан патология барын білдіреді. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, комментарийге плюс қалдырып кетіңіз.